Бұл сабақта Python тіліндегі while шартты циклімен танысамыз. Біз циклдарды код блоктарын бірнеше рет қайталап, орындау үшін пайдалана аламыз. Келесі мысалды қарастырайық. I айнымалысы 1 болсын, while циклін жазу үшін while кілттік сөзін жазуымыз керек. Одан кейін шындық не жалған мән беретін шарт жазуымыз керек. Әрине бұл жол қос нүктемен аяқталады. Мұнда шартты I кіші 5-тен деп жазайық. Сонымен бос орындар арқылы осы циклдің денесін жазу тек. Мұнда print сәлем және де өтер арқылы I айнымалысының мәнін де шығарып отырайық. Ал келесі жолға I айнымалысының санын өзгертіп отырайық. Әйтпесе, I айнымалысы өзгермейтін болса, біздің шарт әр қашанда шындық мәнін беріп, бұл цикл шексіз жалғаса береді. Сонымен, осы кодтың нәтижесін көру үшін run батырмасын басайық. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің циклдің денесі 4 мәрте орындалды. I мәні 5 болған жағдайда біздің шарт орындалған жоқ. Өйткені біздің шарт I 5-тен кіші болу керек еді. Сондықтан біздің цикл осы жерден тоқтады. Ал мына мысалда while циклінің else бөлігімен қалай жұмыс істеуге болатынын көрейік. While циклінің else бөлігі тура if шарты сияқты. Яғни шарт орындалмаған жағдайда ғана else бөлігі орындалады. Мына мысалда бізде do айнымалысында true, яғни шындық мәні бар. Бірінші тексерісте while do айнымалысын тексереді, яғни ол шындық. Сондықтан циклдің денесі орындалады. Яғни print сәлем деген сөзді экран бетіне шығарады. Ал келесі жолда do айнымалысында жалған мән қабылдап тұр. Ал келесі жолда print әлем деген сөзді шығарады. Одан кейін барып циклдің денесі аяқталғаннан кейін цикл шартты қайта тексереді. Бұл жолы do айнымалысы жалған болып тұр. Сондықтан біз else бөлігіне өтіп print соңы деген хабарламаны экран бетіне шығарады. Жүргізіп көрейік. Нәтижесі сәлем, әлем және де соңы. Ал енді циклдің денесінде break командасын қолданып көрейік. Егер циклдің денесінде break табылса, онда цикл аяқталады. Және де else блогы де орындалмайды. Мына жерде run батырмасын басатын болсақ, бізде тек қана сәлем сөзі экран бетіне шықты. Break циклды тоқтатады. Сонымен қатар бізде тағы да бір керекті команда бар. Ол continue, яғни жалғастыру. Егер continue мәлімдемесі цикл денесінде орын алса, онда цикл денесінің қалған бөлігі өткізіліп, цикл шарты тағы да бір рет тексеріледі. Осы мысалда do айнымалысы бізде false болғаннан кейін continue жазатын болсақ, сәлем сөзі экранға шығады. Continue бізде циклдің денесінің қалған бөлігін өткізіп жібереді. Сонымен while шартты қайта тексермек болады. Бұл кезде бізде do false айналып кетті, яғни жалғанға айналып кетті. Сондықтан біз else бөлігіне өтіп, соңы сөзін экранға шығарамыз.